Алматы қаласы әкімдігінің қолдауы бойынша Көктем Групп компаниясының демеушілігімен мұғалім мәртебесін көтеру мақсатында білім басқармасының ұйымдастыруымен қаламызда тұңғыш рет мұғалім мамандығын таңдаған түлектерге 2018 жылдың 5 мен 14 мамыр аралығында Қасыл Қатықбаев атындағы грант жеңіп алу үшін байқау жарияланды. Бұл байқаудың мақсаты мен міндеттері: педагог мамандығының мәртебесі мен беделін арттыру, педагог мамандығының кәсіби келбетіне жауапкершілікті қалыптастыру, талантты оқушыларды анықтау, оларды қолдау және марапаттау, оқушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін ашу және өзін-өзін танытуына жағдай туғызу, дарынды балаларды қолдау үшін қолайлы жағдайлар жасау, түлектердің өзін-өзін анықтауда кәсіби бағдарлануын нақтылау. Байқауымыз салтанатты түрде ашылып, мамыр айының 5 күні байқаудың бірінші кезеңі бастауын алды. Алматы қаласының орта білім беру ұйымдарынан ұстаздық мамандықты таңдаған 130 түлек өз бақтарын сынады. Бірінші кезең функционалдық сауаттылық, өмірге қабілеттілік тақырыбында өтті. Қатысушылардың білім мазмұндарын анықтау мақсатында оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық пәндері бойынша онлайн тестілеуден өтіп, нәтижесі бірден дайын болды. Ең жоғарғы ұпай саны 40 сұраққа 40 ұпай белгіленді. Онлайн тесттің нәтижесі бойынша жоғарғы ұпай санын жинаған алғашқы 57 қатысушы келесі кезеңге жолдама алды. Екінші кезең эссе жазу. Мамыр айының 10 күні алғашқы кезеңнен өткен 57 қатысушы мен таңдаған мамандық тақырыбында эссе жазды. Тақырып бойынша эссе жазу уақыты 90 минутқа белгіленді. Ой орамды, мазмұнды деп танылған 40 қатысушыға жоғарғы ұпай белгіленіп, келесі кезеңге өтуге мүмкіндік алды. Байқаудың соңғы кезеңі тәжірибелік кезең. Байқауға қатысушылар Қазақстанның дамуына қосатын менің үлесім тақырыбында өз жобаларын қорғайды. Жобаны қорғауға 5 минут уақыт беріледі. Үшінші кезең қорытындысы бойынша 30 үміткер іріктеледі. Ендеше өмір жолын ұстаздыққа арнағысы келетін жастарға сәттілік тілейміз.